Бісміллә деп бүгін егуді бастадық, қызанақ егуді. Көшет осындай, бойы кішкене өсті, бірақ сабақтар өте жуан, әдемі. Бүгін 18 наурыз 2024, мінекей осылай егілетін болады. Құдай қаласа мынандай алдында тесіп алғанбыз. Тамыр жүйесі мінекей, сабағы бәрі жуан, кішкене өскен болмаса бойы. Осылай тесіп аламыз да, сөйтіп осылай егіп шығамыз түбін ұялап. Мінекей түбі ұяланады, ертең шөп шығып кетпеу керек астынан. Мына күліңкінің қызметі кеше айтқам, бұл жағы топырақты қыздырады бірінші очередь, одан кейін влажность ұстап тұрады, мына испарение болып уланып іші, сөйтіп арам шөптерді күйдіріп өсірмейтін болды түбінен, яғни түбін шаппайтын боласыз. Мінекей осылай егіледі. Кейін мынандай дуға қойып шыққанбыз жүйектің бәріне, сөйтіп үстін агроспамен жабатын боламыз. Қазір тұз қайта адамды көбейтеміз. Қазірге осы бір 5-6 адаммен жұмыс жасап отырық. Тұз қайта қосымша адамдар келеді. Мінекей тамыр жүйесі мынандай. Жақсы дамыған. Так осылай егіліп жатыр. Құдай қаласа осы жерден 15-20 тонна өнім аламыз деген ниет бар. Құдай қаласа алдағы уақытта нәтижесін көрсетіп отыратын боламын.